Біз бүгінгі келесі викторинамызды бастаймыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Қасым хан тақырыбы. Қасым хан тақырыбымен бастаймыз. Жаңадан келген оқушылар қош келдіңіздер. Күнделікті кіретін оқушылар сіздерге де қош келдіңіздер. Так, бірінші сұрақ. Жәнібек ханның ұлы: 1. Бұрындық, 2. Қасым, 3. Тахир, 4. Бұйдаш. Қайсы болады? Енді бұл жерде қараңыздар. Тахир мен Бұйдаш бізде бұл Қасым ханның ұлдары. Яғни олар Жәнібек ханның сонда получается немересі. Бұрындық Керей ханның үлкен ұлы. Сонда бізде бір ғана вариант қалды. Бұл әрине Қасым, яғни Жәнібек ханның ұлы Қасым. Келесі сұрақ. Үлкенді сыйлау дәстүрін ұстанған Қасым сұлтан бастапқыда Бұрындық ханға барлық жағынан бағынды деп кім жазды? 1. Мұхаммед Хайдар Дулати, 2. Ибн Рузби хан, 3. Махмуд ибн Уали, 4. Махмуд Қашқари. Қайсы болады деп ойлайсыздар? Лайк басқан оқушылар, барлықтарыңызға сәлем, қош келдіңіздер. Және лайктарыңыз үшін көп-көп рахмет. Енді бұл жерде әрбір вариант талдайтын болсақ, жалпы Махмуд Қашқари бізде Дивани лұғат ат-түрк, яғни түрк тілдерінің сөздігі деген еңбекті жазған адам. Бұл кісі және орта ғасырдағы тайпалар туралы жазған. Яғни Қасым хан туралы жазған жоқ Мұхаммед Қашқари. Сосын Махмуд ибн Уали. Махмуд ибн Уали біз өткен викториналарда айтқан болатынмын. Бұл кісі Әбілхайыр Шайбанидың Жетісуға жорыққа аттануын және Әбілхайыр Шайбанидың қайтыс болуы туралы жазған болатын. Яғни Әбілхайыр Шайбани Керей мен Жәнібекті жазалаймын деп Жетісуға жорыққа аттанады ғой. Тура сол жорықта аттанған кезін, Әбілхайыр Шайбанидың сол кездегі моментін жазған адам бұл Махмуд ибн Уали болған. Ибн Рузби хан, біз сіздермен өткен викторинада айтқам, Ибн Рузби хан бізде Бұрындық хан туралы жазған. Яғни Ибн Рузби ханның айтуы бойынша Бұрындық хан ол аттарыңа мініңдер, жауға аттанамыз деген кезде жер қайысқан әскер жиналды деп Бұрындық ханды мақтаған болатын. Сонда бізде үлкенді сыйлау дәстүрін ұстанған Қасым сұлтан бастапқыда Бұрындық ханға барлық жағынан бағынды деп кім жазды? Әрине Мұхаммед Хайдар Дулати жазған болатын. Осы Мұхаммед Хайдар Дулати Қасым ханмен өмірде кездескен адам, яғни бетпе-бет өмірде кездескен. Ары қарай кетті. Келесі. Бұрындық хан кезінде Қасым сұлтанның қызметі қандай болды? 1. Атты әскер басшысы, 2. Қатардағы жауынгер, 3. Хан кеңесшісі, 4. би. Куиз қалай алуға болады дейді. Куиз алғыңыз келсе, маған мына нөмірге WhatsApp-қа жазасыз, мен сізге сол WhatsApp-та жіберетін боламын. Так, енді бұл жерде қайсысы болады? Қалай ойлайсыздар оқушылар? Бұрындық хан кезінде Қасым сұлтанның қызметі қандай болды? Бізде бұл жерде дұрыс жауабы болады. Атты әскер басшысы. Атты әскер басшысы болған. Кетті. Келесі сұрақ. Қасым хан таққа отырды қай жылы? 1. 1538, 2. 1518, 3. 1511, 4. 1474. Қайсы болады? Енді бұл жерде әрбір вариантта талдай кететін болсақ, қараңыздар. 1538-де бізде Хақназар хан тағына отырған болатын. 1518-де Қасым хан қайтыс болды. 1474-де Бұрындық хан тағына отырды. Сонда бір ғана вариант қалды бұл. Қасым хан таққа отырды 1511. Осылай деп айтқан оқушылар жарайсыздар. Сіздер лайк басып қойыңызшы бір. Кетті. Келесі. 3900 лайк. Уже 4000 болып кетті. Кеттік. Келесі сұрақ. Бұрындық хан қайда кетті? Яғни бұл жерде хан Бұрындық деп саналса да, бүкіл билік Қасым ханның қолында болды деп айтылады. Сол кезде Бұрындық хан билікті тастап, басқа жаққа көшіп кеткен болатын. Яғни Қазақ хандығында билікті Қасым ханға тастайды, өзі басқа жаққа қоныс аударған. Сонда Бұрындық хан қайда кетті? 1. Түркістанға, 2. Ташкентке, 3. Бұхараға, 4. Самарқанға. Қайда кетті? Молодец, Самарқан апай дейді. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар.
Самарқанға кеткен болатын. Кеттік, келесі сұрақ. Жошы ханнан кейін ешкім жете алмаған бүкіл Дешті Қыпшақтағы қуатты әміршіге айналды деп кім туралы айтқан? 1. Қасым хан, 2. Бұрындық хан, 3. Хақназар хан, 4. Шығай хан. Қайсысы болады бұл жерде? Осы тақырып өтіп жатыр едім как раз. Ондай тіпті күшті, как раз есіңізде қалады, қайталау білімнің анасы. Бұл тақырыпты өте жақсы меңгеріп аласыз деп үміттенемін. Бұл жерде дұрыс жауап болады бізде. Жошы ханнан кейін ешкім жете алмаған бүкіл Дешті Қыпшақта қуатты әміршіге айналды. Бізде бұл Қасым хан. Кеттік, келесі сұрақ. 16 ғасырдан бастап 19 ғасырдағы хандық билік жойылғанға дейін қазақ даласындағы билік кімнің ұрпақтарының қолында болды? 1. Әбілхайыр хан, яғни бұл жерде Әбілхайыр Шайбаниді айтып отыр оқушылар. Әбілхайыр хан, 2. Есенбұға, 3. Керей, 4. Жәнібек. Енді пока сіздер жауап бере беріңіздер, оған дейін варианттар талдасақ. Әбілхайыр хан, бұл жерде Әбілхайыр Шайбаниді айтып тұр. Әбілхайыр Шайбани әулеті бізде Әбілхайыр Шайбанин өзі қайтыс болғаннан кейін оның билігін әрі қарай Мұхаммед Шайбани жалғастырған болатын. Бірақ Мұхаммед Шайбани ол Самарқан мен Бұхараны басып алады да, Самарқанды астанасы етіп жариялайды, сол жерде Бұхар ханнан құрған болатын. Яғни Әбілхайыр Шайбанидің ұрпақтары Бұхар хандығында билік етті, Қазақ хандығында емес. Бұл демек біріншісі емес. Есенбұға бізде Моғолстан ханы болды. Яғни оның ұрпақтары Моғолстанда билік етті дегенде ғой. Керей хан өзі хан болды, Қазақ хандығында ең алғаш хан болды, одан кейін оның баласы Бұрындық хан болды, бірақ осымен ғана тоқтаған болатын. Әрі қарай Бұрындықтан кейін бізде хан Қасым болды да, кейін Қасым Жәнібектің баласы болды да, содан бастап бізде Жәнібектің балалары хан тағына отырған болатын. Яғни 16 ғасырдан бастап деген бұл Қасым ханның таққа отырған мерзімі. Сонда бізде дұрыс жауап болады, Жәнібек ұрпақтарының қолында болды. Келесі сұрақ. Қасым хан тұсында қазақтар алғаш рет белгілі болды. Қай жерге? 1. Шығыс Түркістан, 2. Мәуеннахр, 3. Шығыс Еуропа, 4. Батыс Еуропа. Қайсысы болады бұл жерде? Енді бұны айтатын болсақ, айтпақшы, достарыңыз болса шақырып қойыңыздар оқушылар, как раз пайдалы болады оларға да өткен затын есіне түсіруге. Енді бұл жерде дұрыс жауабын айтатын болсақ, жалпы Шығыс Түркістан дегеніміз бізде бұл қазіргі Қытайдағы Шыңжаң өлкесі. Шығыс Түркістан ол заманда Шығыс Түркістанның бір бөлігі бізде Моғолстанның құрамына кірген болатын. Сол себепті Шығыс Түркістанға ол до этого онсыз да белгілі болды негізі. Одан кейін Мәуеннахрда бізде Бұхар хандығы құрылған болатын. Ал Бұхар хандығынан ол бастан белгілі. Өйткені Бұхар хандығы негізін қалаған бізде Мұхаммед Шайбани болды. Ал Мұхаммед Шайбани мен Қазақ хандығы Сырдария бойында қалалар үшін 200 жыл соғысқан болатын. Сол себепті олар да о бастан білді. Шығыс Еуропа дейді. Шығыс Еуропаға бізде Ресейдің бір бөлігі және Украина, тағы Белоруссия сол жақта жатады. Бірақ ол жаққа да Қазақ хандығы бұрыннан белгілі болады. Өйткені бұрын сол жақта Алтын Орда мемлекеті болды, Алтын Орда ыдырағаннан кейін басқа да мемлекеттер құрылды. Ол жаққа бұрыннан онсыз да белгілі болады негізі Қазақ хандығы. Бізде Қасым хан тұсында қазақтар алғаш рет белгілі болды. Бұл Батыс Еуропаға. Батыс Еуропа деген атап айтқанда Германия, Франция мемлекеттері бар ғой. Сол Батыс Еуропаға жатады. Атап айтқанда Германия мемлекетіне ол кезде енді басқаша аталады ғой енді аты. Сол кезде немістерге қазақтар туралы алғаш белгілі болған болатын. Ол Қасым ханның тұсында. Кетті, келесі. Қасым хан сыртқы саясатта қайда жорық жасады? Қалай ойлайсыздар? Көбісі ана жерде Шығыс Еуропаны шатастырады, бірақ бізде Шығыс Еуропаға Ресейдің бір бөлігі жатады. Ал Ресей, орыстар, яғни Қазақ хандығының бар екендігін білді да. Ал Батыс Еуропада немістерге Қазақ хандығы бұл новинка болды, қанша дегенмен жаңа болды да. Демек Қасым хандығы тұсында осылай Батыс Еуропа белгілі болған болатын. Бұл жерде
келесі сұрамыз. Қасым ханның сыртқы саясаты қайда жүріп жасады? Көптеріңіз дұрыс тауып жатсыздар. Әрине, бұл жерде дұрыс жауап болады. Сырдария бойындағы жерлерге. Өйткені бұрындық хан да сол жаққа шабуыл жасаған, ол ісін аяқтаған жоқ, сол бұрындық ханның ісін әрі қарай Қасым хан да жалғастырған болатын. Келесі сұрақ. 1513 жылы Қасым хан ұрыссыз басып алған қала. 1. Ташкент, 2. Түркістан, 3. Сайрам, 4. Сығанақ. Қасым хан ұрыссыз басып алған қала. Қайсы болады бұл жерде? Қайсы болады? Бұл жерде дұрыс айтасыздар. Бұл қалаға шабуыл жасамас бұрын бірінші өзінің елшілігін жібереді. Сол кезде сол елшіге ары қарай қаланың әміршісі көліп, ұрыссыз берілген болатын. Бұл қала бізде Сайрам. Келесі сұрақ. Қасым ханның қол астындағы халық саны 1 миллионға жетті деп кім айтты? 1. Мұхаммед Хайдар Дулати, 2. Рузбехан, 3. Махмуд ибн Уали, 4. Махмуд Қашқари. Мен жаңа жоғарыда айтып кеткен бұл варианттар талдап, қайсысы болады деп ойлайсыздар? Шатаспайсыздар деп ойлаймын негізі. Ал бұл жерде Қасым ханның қол астына халық саны 1 миллионға жетті деп бізде Мұхаммед Хайдар Дулати айтқан болатын. Мына жерде айтпақшы оқушылар, әрбір варианттың кішкене талдамалары бар. Чтобы егер сіздер жаңағы үйден барып шешкен кездеріңізде ұмытып қалған жағдайда естеріңізге түсіп отырады. Әрбір варианттың мысалы талдап жазып қой. Махмуд ибн Уали кім туралы жазды, не деп жазды? Ибн Рузбехан, Махмуд Қашқари деген сияқты. Кеттік, келесі. Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының шекарасы қай жер болды? 1. Сырдарияның сол жағалауы Жетісу, солтүстік шығысы Ертіске дейін жетті. 2. Еділ мен Жайық аралығы. 3. Бүкіл шығыс Дешті қыпшақты қамтыды. 4. Ертістен Дунайға дейін. Ал қайсы болады деп ойлайсыздар? Енді пока сіздер жауап бергенше әрбір вариант талдай кететін болсақ, бізде Ертістен Дунайға дейін деген ол жошы ұлысының территориясы болған. Ол Алтын Орданы дәуірлеген кезінде Алтын Орданың территориясы болды. Қасым хан тұсында дегенде де қазақ хандығының шекарасы Дунайға дейін жеткен жоқ. Бұл яғни жошы ұлысының территориясы болды. Ал қайсы деп ойлайсыздар? Бүкіл шығыс Дешті қыпшақты қамтыды дейді. Қараңыздар, шығыс Дешті қыпшақ дегеніміз бізде бұл Ертістен Еділге дейінгі аумақ. Ал қазақ хандығында Қасым хан Еділге жеткен жоқ. Ол ана Жайықтан қайтты негізі. Еділге жеткен жоқ ол. Демек бұл вариант болмайды. Ол Еділге жеткен жоқ ол кісі. Ол Жайықтан қайтқан болатын. Бүкіл шығыс Дешті қыпшақты қамтыды, бірақ Қасым хан тұсында емес, ол кейін қамтыған болатын. Потом басқа хандардың кезінде барды, ол кезде әлі жете қойған жоқ болды. Еділ мен Жайық аралығы. Еділ мен Жайық бізде Ноғай ордасының негізгі территориясы болған. Сонда бізде бір ғана вариант қалды, бұл қайсы? Яғни Қасым хан тұсында қазақ хандығының шекарасы Сырдарияның сол жағалауы Жетісу, солтүстік шығысы Ертіске дейін жетті. Осы болады. Кеттік, келесі. Қасым хан тұсында қазақ хандығымен алғаш байланыс орнатқан мемлекет. 1. Бұхар хандығы, 2. Сібір хандығы, 3. Мәскеу, 4. Ноғай ордасы. Енді жалпы Бұхар хандығының негізін қалаған Мұхамед-Шайбани. Олармен байланыс бұрыннан бар болды, алғаш емес, олармен байланыс бұрыннан құрылғаннан бері бар болды. Демек Бұхар хандығы емес. Келесі бізде Сібір хандығы. Жалпы Сібір хандығының да алғашқы хандардың бірі Ибақ хан болды. Ибақ хан Керей мен Жәнібекпен достық қарым-қатынас жасаған болатын. Демек Сібір хандығымен қазақ хандығы құрылған кезінен бастап байланыс бар деген сөз. Ол емес. Енді Ноғай ордасы. Ноғай ордасымен
байланысы бұрыннан бар болды. Атап айтқанда кейбір деректерде Қасым ханның нағашы жұрты ноғайлар деп айтылады. Сондықтан олармен бұрыннан бар болды. Сонда бізде бір ғана вариант қалды, бұл Қасым хан тұсында қазақ хандығымен алғаш байланыс орнатқан мемлекет бізде Мәскеу. Кеттік. Келесі. Қазақтар туралы деректер 16 ғасырдың бірінші жартысында қандай жазбаларында кездеседі? 1. Неміс, 2. Грек, 3. Ағылшын, 4. Жапон. Ал қайсы деп ойлайсыздар? Ал жауап бере кетейік, қайсы деп ойлайсыздар? Міне яқта, егер мына көзді алғыларыңыз келсе, мына нөмірге WhatsApp-қа жазасыздар, мен сол жақта жауап беремін. Мына жақта мынау 50 деген цифр, мынау 50 деген цифр. Мен сол жақта жауап беремін. Так, сонымен қазақтар туралы деректер 16 ғасыр бірінші жартысында қандай жазбалары кездеседі? Бұл бізде дұрыс жауап болады. Неміс. Яғни қазақтар 16 ғасыр бірінші жартысы дегеніміз бұл Қасым ханның билік еткен уақыты. Қасым ханның билік еткен уақытында қазақтар Батыс Европаға белгілі болды. Ал Батыс Европа мемлекеттерінің біріне Германия жатады. Демек, бұл жерде дұрыс жауабы неміс. Кеттік. Келесі. Мұхаммед Хайдар Дулатидің деректерінде Қасым ханның қол астында халық саны 300 мың, 2 1 миллион, 3 200 мың, 4 500 мың. Енді әрбір вариант талдай кететін болсақ, қараңыздар. 300 мың деп, бізде бұл әскер саны, Қасым ханның қол астында әскер санын айтқан болатын. 200 мың деп, бізде 200 мың бұл Әбілқайыр Шайбани саясатын наразы болып, көшпелі өзбектер мемлекетінен бөлініп, қазақ хандығындағы именно Керей мен Жәнібекке келіп қосылған халықтың саны 200 мың болған болатын. Бұл сол не деген цифр. Енді 500 мың деген жай ғана сіздерді шатастыру үшін жазылған вариант. Сонда бізде Қасым ханның қол астында халық саны бұл 1 миллион болды. Келесі сұрақ. Қасым хан 1518 жылы қайтыс болды деп кім жазды? 1. Мұхаммед Хайдар Дулати, 2. Ибн Урузбек хан, 3. Махмуд ибн Вали, 4. Махмуд Қашқари. Енді жаңадан кіргендер болса тағы қайталап өтейін. Қараңыздар, Махмуд Қашқари бізде бұл Диуани лұғат ат-Түрк деген еңбектің авторы, және ол орта ғасырда тайпалар туралы жазған адам. Махмуд ибн Вали бізде бұл Әбілқайыр Шайбани туралы жазған адам, және ол Әбілқайыр, атап айтқанда Әбілқайыр Шайбанидің жетісуға, Керей мен Жәнібекке аттанған жорығы туралы жазған. Сол жорыққа өзі кетіп бара жатып қайтыс болды деп жазған. Бұл Махмуд ибн Вали болған. Ибн Урузбек хан бізде бұрындық хан туралы жазған, әсіресе мақтап жазған. Ол аттарыңа мініңдер, жауға аттанамыз дегенде жер қайысқан әскер жиналды деп айтқан болады. Ибн Урузбек хан бұрындық хан туралы жазды. Сонда бізде бір ғана вариант қалды, бұл Қасым хан 1518 жылы қайтыс болды деп Мұхаммед Хайдар Дулати жазған болды. Мұхаммед Хайдар Дулатидің өзі Қасым ханмен өмірде кездескен адам. Келесі сұрақ. Қасым ханның заңдар жинағы не деп аталады? 1. Жеті жарғы, 2. Ескі жолы, 3. Қасқа жолы, 4. Яса. Енді бұны өздеріңізде жақсы білесіздер деп ойлаймын, бірақ талдай кетсек, Яса деген бізде бұл Шыңғыс ханның заңдар жинағы, жеті жарғы дегеніміз Тәуке ханның заңдар жинағы, ескі жолы дегеніміз бұл Есім ханның ескі жолы деген айтылады көбінесе тарихта. Сонда бізде бір ғана вариант қалды, бұл Қасым ханның заңдар жинағы, Қасым ханның қасқа жолы деп аталған. Кеттік. Келесі сұрақ. Қасым ханның қасқа жолы неше бөлімнен тұрды? 1. 7, 2. 5, 3, 4. Қайсы болады деп ойлайсыздар? Әрине, бұл жерде дұрыс жауап болады. 5 бөлімнен тұрған. Қасым ханның қасқа жолы неше бөлімнен тұрды? 5 бөлімнен тұрды. Кеттік. Келесі сұрақ. Қасым ханның қасқа жолының бірінші бөлімі не туралы? 1. Мүліктік заң, 2. Қылмыстық заң, 3. Әскери заң, 4. Жұртшылық заңы. Ал бірінші бөлімі не туралы?
жарайсыздар, молодец. Көптеріңіз дұрыс жауап беріп жатсыздар. Бізде бұл жерде дұрыс жауабы мүліктік заң. Бірінші бөлімі мүліктік заңды туралы болған. Кеттік, келесі сұрақ. Қасым ханның әскер саны қанша болды? Жаңа мен варианттарын талдап айтып кеткен. Осы жолы шатаспай жауап бересіздер деп ойлаймын. Қасым ханның әскер саны қанша болды? Қасым ханның әскер саны бізде 300 мың болған. 1 миллион бұл, яғни Қасым ханның халықтың саны. Кеттік, келесі сұрақ. Қасым ханның қасқа жолы заңдар жинағында екінші бөлімі не туралы? 1. Мүліктік заң, 2. Қылмыстық заң, 3. Әскери заң, 4. Жұртшылық заң. Біз жаңа өткен сұрақта айттық, бірінші бөлімінде мүліктік заң туралы жазылған екен. Демек, бұл емес, Сонда сіздер 3 қана вариант қалды. Бұлдың дұрыс жауабы қайсысы болады? Сонда сіздер 3 вариант қана қалды. Бұл жерде екінші дұрыс жауабы болады. Қасым ханның қасқа жолы екінші бөлімі қылмыстық заң туралы болған. Қылмыстық заң деген оқушылар жарайсыздар, сіздер үшін бір респект. Келесі сұрақ. Қасым ханның қасқа жолы үшінші бөлімі не туралы? Тура жаңа варианттар: мүліктік заң, қылмыстық заң, әскери заң, жұртшылық заң. Енді бұл жерде жаңа өткен сұрақтарға жауап беріп отқан болсаңыздар, бірден білесіздер. Біріншісі мүліктік заң біріншісі болды, екіншісі қылмыстық заң болды. Сонда сіздер 2 вариант қана бар. Әскери заң ба, жұртшылық заң ба? Қайсысы болады? Қайсысы болады бұл жерде? Дұрыс айтасыздар. Көптеріңіз дұрыс жауап беріп жатсыздар. Бізде бұл жерде дұрыс жауабы болады. 3-ші бөлімі әскери заң. Келесі сұрақ. Қай хан тұсында Қазақ хандығы мен Мәскеу мемлекеті арасында алғаш байланыстар орнатылды? 1. Қасым хан, 2. Хақназар хан, 3. Керей хан, 4. Бұрындық хан. Бұл жерде қайсысы болады? Оқушылар, бізде 8.000 лайк болыпты. Давайте 10.000-ға толтырып тастайықшы. Лайктен тегін ғой енді. Бізде 8.000 қатқапты ғой. Бұл жерде қай хан тұсында Қазақ хандығы Мәскеу мемлекеті арасында алғаш байланыстар орнатылды? Бізде бұл Қасым ханның тұсында, Кетті, келесі сұрақ. Қасым ханның қасқа жолы 4-ші бөлімі не туралы? 1. Елшілік заң, 2. Қылмыстық заң, 3. Әскери заң, 4. Жұртшылық заң. Жаңа біз қарастырдық. 2-ші бөлімі қылмыстық заң туралы екен. 3-ші бөлімінде әскери заң деп айттық. Енді сіздер осында 2 ғана вариант қалды. Елшілік заң ба, жоқ, жұртшылық заң ба? 4-ші бөлім не туралы? Оқушылар, рахмет. Мәссаған. Уже 1 минуттың ішінде 10.000-ға толып кеткен ғой. Мәссаған, рахмет. Кім бөлісті, кім лайк басты, көптен көп рахмет. Сол оқушылардың барлығына Қазақстан тарихтан, қаңтар ОБТ-дан 20-дан 20 балл бұйырсын. Әумин деймін. Сонда бұл жерде дұрыс жауап болады оқушылар. Елшілік заң. 4-ші бөлімі бізде елшілік заң туралы болған. Келесі сұрақ. Қасым ханның қасқа жолы 5-ші бөлімі не туралы? Енді бұл жерде прям шатаспай ровно табасыздар деп ойлаймын. Өйткені бізде қылмыстық заң 2-шісі болды, әскери заң 3-шісі болды, елшілік заң жаңа 4-шісі болды. Сонда бізде бір ғана вариант қалды, бұл әрине Қасым ханның қасқа жолы 5-ші бөлімі жұртшылық заң болды. Келесі сұрақ. Жер, мал және мүлік дауларын шешу ережелері Қасым ханның қасқа жолында қай бөлімде айтылады? Тура жаңа варианттар. Қай бөлімде айтылады деп ойлайсыздар? Аты айтып тұр ғой дейді. Дұрыс айтасыздар. Мына жерде оқушылар, егер осындай сұрақ сіздерге тестте келетін болса, сіздерге мүлік деген сөздің өзі подсказка болады. Мүлік деген сөздің өзі подсказка, яғни атының өзі айтып тұр. Жер, мал және мүлік дауларын шешу ережелері Қасым ханның қасқа жолында қай бөлімде айтылады? Бұл мүліктік заң деген бөлімде айтылады. Келесі сұрақ.
Қай хан тұсында қазақтар тұңғыш рет Батыс Еуропаға белгілі болды? Енді бұл сұрақтар кішкене айландырып қайтадан қойып жатырмын, чтобы сіздердің естеріңізде жақсылап тұрып қалуы үшін. Енді шатаспай бірден білесіздер деп ойлаймын. Бұл жерде дұрыс жауап болады, яғни Қасым хан. Келесі сұрақ. Қасым хан қайтыс болды қай жылы? 1474, 1510, 1518, 1511. Енді пока сіздер жауап берем дегенше, әрбір вариант талдайтын болсақ, жалпы біріншісі 1474 бұл бұрындық ханның хан тағына отырған уақыты. 1510 бізде Қасым Сұлтан, ол кезде хан болған жоқ, Қасым Сұлтан Мұхаммед Шайбаниді Сығанақ түбінде талқандаған болатын. Бұл 1510-да болды. Келесі, 1511 жылы бізде Қасым хан тағына отырған. Сонда бізде бір ғана вариант қалды, бұл Қасым хан қайтыс болды 1518 жылы. Келесі сұрақ. Қасым хан жерленді қай жерге? 1. Сығанақ, 2. Сайрам, 3. Сарайшық, 4. Түркістан. Қайсы болады? Көптеріңіз дұрыс жауап беріп жатсыздар, дұрыс айтасыздар. Бізде Қасым хан жерленді, Сарайшық қаласына жерленген болатын. Орыс деректерінің Сарайшық қаласында қайтыс болды дейді. Осы жерде айта кетейін оқушылар, бізде Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбектерінде Қасым хан 1518-де қайтыс болды деп береді. Бірақ орыс деректерінде Қасым ханды 1521-де қайтыс болды деп береді. Бірақ осы жерде айта кету керек, бұрын сіздерден сұрайтын, қазір сіздерде ОБТ бар ғой, ұлттық тестілеу орталығы бекіткен кітапта, сол бойынша біз оқимыз, сол бойынша қарастырған кезде Қасым хан орыс деректеріне 1521 жылы қайтыс болды деген ақпаратта алынып тасталынған. Сол себепті біз тек Мұхаммед Хайдар Дулатидің берген деректері бойынша оқып жаттап жатырмыз. Атақ негізі орыс деректерінде солай деп айтылған болатын. Қасым хан жерленді бізде Сарайшық қаласында. Келесі сұрақ. Қасым хан тұсында қазақ хандығының қол астына қай жердегі бір қатар қалалар енді, яғни өтті? 1. Еділ, 2. Мәуеннахр, 3. Сырдария, 4. Ертіс. Назикет апайсыз ба? Жоқ, менің атым Қания, мен Қания апаймын. Мен 5-пін, бірақ бәрін білем. Молодец екенсіз сонда. Жарайсыз. Қазірден тарихты оқысаңыз, ертең сізге ОБТ-да оңай болады. Сонда бұл жерде Қасым хан тұсында қазақ ханы қол астына қай жерде бірқатар қалалар өтті? Бізде Қасым хан сыртқы саясаты басты мақсат Сырдария қалаларын басып алу болды ғой. Демек, ол сол кезде жорық жасап Сырдарияда бірқатар қалалары басып алған болатын. Сонда дұрыс жауап болады бізде Сырдария. Келесі, Қасым хан тұсында қазақ жерінің аумағы батысында қай жердің арғы жағына дейін жетті? 1. Есіл, 2. Жайық, 3. Сырдария, 4. Ертіс. Бұл жерде оқушылар нені сұрап тұр? Сырдария бізде оңтүстік жағы ғой, батысын сұрап тұр. Демек, батыс жақты ойлайсыздар ғой. Ертіс бізде қазақ хандығының шығысында орналасқан. Есіл қазақ хандығының орталық солтүстік жақтарында орналасқан, орталығы немесе солтүстік жағында орналасқан. Сырдария бізде оңтүстік жағында орналасқан. Сонда бір ғана вариант қалды, бұл әрине. Қасым хан тұсында қазақ жерінің аумағы батысында қай жердің арғы жағына дейін жетті? Бұл Жайықтың ар жағына дейін жеткен болатын. Келесі сұрақ. Қасым ханнан бастап хандық билік жойылғанға дейін қазақ даласында билік еткен әулет. Біз жоғарыда бұл сұрақты айтып кеткен болатынбыз. Сіздер бірден шатаспай табасыздар деп ойлаймын. Бұл жерде қайсы болады? Бізде Әмір Темір әулеті, Әмір Темір ұрпақтарының мемлекетінде билік еткен болатын бұл.
Шайбани әулеті бұл Әбілхайыр Шайбанидің әулеті. Бұлар Бұхар хандығында билік еткен болатын. Шағатай әулеті бізде Моғолстанда билік еткен болатын. Сонда Қазақ хандығында билік етті. Бұл көп ұзақ уақыт бойы бұл Жәнібектің әулеті, яғни Жәнібек сұлтанның әулеті билік еткен болатын. Келесі, Қасым ханның кезінде ру тайпаларының бір бөлігі Қазақ хандығының қол астына енген ел. 1. Дон мен Еділ қазақтары. 2. Әмір Темір ұрпақтары мемлекеті. 3. Бұхар хандығы. 4. Ноғай ордасы. Ал қайсы болады деп ойлайсыздар? Айтпақшы оқушылар, егер осы квизді алып үйден де тағы да дайындаламын десеңіздер, осы нөмірге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен осы немін аяқталғаннан кейін сіздерге жіберіп жауап беретін боламын. Кетті. Келесі, қайсы болады деп ойлайсыздар? Қазақ хандығының қол астына енген ел, бізде бұл жерде дұрыс жауабы болады. Дұрыс жауап болады. Бұл жерде бізде Ноғай ордасы. Ноғай Қасым ханның кезінде Ноғай ордасында ішкі талас тартыстары болып, кризис болып жатқан. Сол кезде Ноғай ордасындағы рулардың бір бөлігі Қазақ хандығының құрамына енген болатын. Келесі сұрақ. Қасым ханның билік құрған уақыты 1474-1511, 1511-1518, 1538-1580 және 1518-1522. Оқушылар, рахмет. Мына жақта 16.000 лайк жинап тастапсыздар. Көптен көп рахмет. Лайк басқан барлық оқушыларға рахмет. Қаңтар ұбытан 20-тан 20 балл бұйырсын. Так, енді бұл жерде әрбір вариант талдай кететін болсақ, жалпы 1474-1511-де бізде бұл бұрындық ханның билік құрған уақыты. Келесі 1538-1580 бұл Хақназар ханның билік құрған уақыты. 1518-1522 бұл Қасым ханнан кейін хан тағына оның баласы Мамаш хан отырады. Сол Мамаш ханның билік құрған уақыты бізде 1518-22. Сонда бізде бір ғана вариант қалды. Бұл Қасым ханның билік құрған уақыты 1511-1518. Бұл Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбегіне сүйеніп жазылған. Мына жерде оқушылар әрбір сіздер егер ұмытып қалған жағдайда үйде естеріңізге түсіруге осы жерде дұрыс жауаптың түсіндірмесі берілген. Кетті. Келесі сұрақ. Бізде бұл ең соңғы сұрақ. Осыдан кейін біз викторинамызды аяқтаймыз оқушылар. Қасым хан қайтыс болған соң таққа отырды кім? 1. Мамаш хан, 2. Тахир хан, 3. Бидаш хан, 4. Хақназар хан. Пока сіздер дұрыс жауабын айтайын дегенше, мен талдай берейін варианттарын. Хақназар хан бізде Қасым ханның баласы болған, бірақ ол 1538-де отырды. Бидаш хан, Тахир мен Бидаш хан бізде 16 ғасырдың, яғни 1500-дің 20-30 жылдары отырған болатын. Бұл да Қасым ханның балалары. Бірақ осы туралы айтылады, Тахир хан өте қатал адам болған деп те айтылады. Тахир ханды, яғни қазақтар өздері хан тағынан алып тасталған деп айтады. Тахир мен Бидаш ол да Қасым ханның балалары, олар да хан тағына отырған, бірақ олардан алдын біреу отырған. Бұл Мамаш хан болды. Яғни Қасым хан қайтыс болғаннан кейін хан тағына Мамаш хан отырады. Ол 1518-22 жылдары билік құрады. Неге ол 4 жыл ғана билік құрған? Себебі Мамаш ханды хан тағына таққа талас кезінде өзінің туысқандары өлтірген болатын. Солай өлтірген болатын. Сосын Мамаш ханнан кейін хан тағына кім отырады деп үлкен дау-дамай болады. Сол кезде Тахир хан отырады, одан кейін Бидаш хан отырады. Ол да кейіннен сосын барып бізде Хақназар хан отырған болатын. Сонымен Қасым хан қайтыс болған соң таққа отырды Мамаш хан. Мына жерде әрбір варианттың талдамасы берілген және әрбір ханның хронологиялық билік құрған жылдары да берілген. Сонымен оқушылар, біз бүгін Қазақ ханы Қасым хан тақырыбы бойынша 35 сұрақты талдадық. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаған болса лайк басып кетіңіздер, кері байланыс, не знаю, ұнаса қуаныштымын. Сіздерге Қазақстан тарихтан қаңтар ұбт 20-дан 20 балл бұйырсын. Тарихқа деген махаббаттарыңыз ашыла берсін. Ал осы викторина алғыларыңыз келсе, маған
осы нөмірге жазамыз. Енді бұл викторинаны мен қалай жасайын? Мына жақта бізде мынау ұтуға бекіткен кітап, осы кітап бойынша жасалынған сұрақ жауаптар. Яғни мен осы кітапта не деп айтылды, тура сол бойынша сұрақ жауаптар ретінде жасаған болатынмын. Так, енді сұрақтар болса, давайте 5 минут жауап бере кетейін. 23:30 болыпты, 23:35-ке дейін.